Барлығына сәлем достар. Мысыр жерінде уақыт басталғанға дейін құдайлар адам арасында өмір сүрген. Бірақ әділ патша құдай Осирис билікті ерке ұлына бермек болғанда патшалық күйзеліске ұшырайды. Ішкі соғыс еркін адамдарды құлға айналдырады және оны тек қарапайым қара ұры Бек қана жоя алады. Ол тіпті мүмкін емес нәрсеге тоқтамайды, жоғалған махаббатты қайтару үшін. Мысыр құдайлары бір кездері адамдар арасында өмір сүріп, оларды басқарып, адамдарды қиыншылықтан қорғады. Олар ұзын бойлы, тамырларында қанның орнына алтын ағатын. Күннің жоғарғы құдайы Ра жерді ұлдары Осириске бөлді. Ол тағына және құнарлы жерлерге ие болды. Және Сет жансыз шөл мен жер мен қуғынға ұшырады. Осирис ұзақ және әділ билік етті. Бірақ оның тағын ұлы аспан құдайы Горға тапсыратын кез келді. Бек есімді жігіт базардағы сатушының көйлегін ұрлап алып, сүйіктісі Занаға оның тәж кию рәсіміне қатысу үшін сыйлық ретінде әкеледі. Қыз жігіттің оны ұрланғанын түсінеді, бірақ күйеу жігіт оны әйел етіп алып, байып кетуге уәде береді. Ол өлімге мән бермейтін құдайлардың мейіріміне сенбейді және болашақ патша кеше түнде құдайларымен сусындағаннан кейін үлкен мерекеге дайындалумен айналыспайды. Ұйықтап қалмас үшін қызметшілер оны оятады. Қонақтардың арасында оның сүйіктісі махаббат құдай Хатор бар. 42 жұлдызы бар білезіктер богиняны оны тынымсыз қуып келе жатқан жындардан қорғайды. Бұл құбыжақтармен соғысып, сүйіктісін құтқарған Гордан сыйлық. Ол оған ұсыныс жасамақшы болғанда, бірақ оны қызметшілер тоқтатып, оған тәж киетін уақыт келгенін айтады. Көпшілік Осирис пен оның әйелі Исидиге құдайларды шақырып, ханзадаға сыйлықтар ұсынады. Олар жаңа патшалық үшін сахнаға тәжді әкелгенде, сахнаға кешігіп шыққан Сет женіне шайқас мүйізін береді. Ал Гор оны соққанда, қирау құдайының әскері сахнаға шығады. Олар көрермендерді итеріп жіберіп, ал Сет таққа ие болғысы келетінін айтып, Осирис ағасының жекпе-жекке шақырады. Бірақ ол бас тартып, інісін жақсы көретінін айтады. Ал Сет Осиристі өлтіріп, әйелі мен ұлының құшағында алтын қанмен қансыратып қалдырады. Узурпатор барлық құдайлар мен адамдарға оның алдында тізе бүгуді бұйырады. Гор әкесі үшін кек алуға асығып, шайқасқа түседі. Бірақ Сэм күшті және барлық шабуылдарға қарсы тұрады. Содан кейін Гор қанатты сұңқарға айналады. Ал қаһарлы шайқаста олар храмды бұзады. Оның бөліктері көрермендерге түсіп дүрбелең тудырады. Сет Горды басып алып, оның екі көзін жұлып алады, және ол өзінің жиенін өлтіруге дайын. Бірақ Хатор оның алдында тізе бүгіп, сүйіктісінің өмірі үшін өзін ұсынады. 1 жыл уақыт өтеді, және бүкіл Мысыр Сеттің билігінде. Енді тек байлар ғана өздеріне өлілер патшалығына өту жолын сатып алып, өлместікке ие бола алады. Ал кедейлер құлдыққа түсіп, байланып қалды. Жігіт өзінің сүйіктісіне жасырын қонаққа барады. Ал оның иесі сәулетші Урсу жарықтың құрметіне обелиск орнатуға жауапты. Зенна оларды тек Гор ғана құтқара алатынын айтады. Бірақ оған патша қазынасында сақталған оның көздері қажет. Ол иесінен басылым жоспарын ұрлап алады және сол жерге жету үшін Бек өзінің ұры таланттарын пайдаланады. 3 көпірді тұзақпен өтеді, бірақ олардың ішінен Гордың бір көзін ғана табады. Бек артқа сүйіктісін алып кету үшін қайтып келеді, бірақ тұтқынға түседі. Ол күзетшілерді құдай көзімен соқыр етеді. Бұл оған қашуға мүмкіндік берді. Бірақ ол алысқа бармайды. Күзетші жебемен қыздың дәл жүрегін етеді. Гор қуғында және кедейлікте тұрады. Бек ұрланған олжаны басқа әлемнен махаббатын қайтару үшін айырбастауға үміттенеді. Бірақ құдай Гор ашуланып, онымен саудаласуға батылы барған үшін оның екінші көзін табуды талап етіп шабуыл жасайды. Бек өзінің жоспарларын Заннамен бірге зерттеген және екінші көзі Сет храмында болуы керек екенін біледі. Анубис қыздың жанын алады және ол соңғы қақпаға жеткенше Бектің оны қайтаруға уақыты бар. Гор адаммен күш біріктіріп сапарға аттанады. Сет оның қоймасын бір адам бұзғанын біледі. Храмда Гордың орнына ол қыздың денесін тауып не екенін түсінеді. Сұңқар атасының көмек сұрап жартастың басына шығады.
Олар оған аспан үстінде қалықтаған қайықпен келеді. Онда ол күн сайын әлемді жалмауға тырысатын ғарыштық құртпен Абофиспен үнемі күреседі. Оның атасы Горға шөлді сөндіретін және Сеттің күшін жоятын суымен колбаны толтыруға мүмкіндік береді. Атасы қатыгез ұлдың басқарғанын ұнатпайды және ол немересіне дәл Сет сияқты тәкаппарлықпен адамдарға қарайтынын айтып, нұсқау береді. Ол тағдырынан күш іздейді. Мысыр патшасы әлі күнге дейін әйелі болып табылады. Бүлікші Нефтиния әйелдің храмына әскер жібереді. Бейбітшілік пен қорғаныс құдайы қатыгез және тойымсыз күйеуін құмарлықпен тежей алмады. Сет әйелінің ұшуын тоқтатып, қанатын кесіп тастайды. Бек минотаврларының шабуылына тойтарыс береді және ептілігімен Бек құдайдың құрметіне ие бола бастайды. Сет адамдарын сәтсіздігі үшін жазалайды және Горды іздеуге 2 аңшысын жібереді. Ол осы уақыт бойы патшаның жеке меншігі болуға мәжбүр болған Хаторға барады. Ол Гордың бостандықта екенін естіп, құтылуға асығады. Ол жын шайтаннан қорқытатын білезігін шешіп, өзін сүйреп алып кетуге мүмкіндік береді. Кейінірек ол оны тираннан алыс жерде қайта орнатуға үміттенеді. Бек Осиристің алғашқы ғибадатханасына жетеді. Кезінде онда кедейлер де жақындарын кейінгі өмірге жібере алады. Сет ағасының денесін 12 бөлікке бөліп, осында шашып тастаған. Қазір ғибадатхана қараусыз қалды, ал жас жігіт жердің тұзға толы екенін байқайды. Ол анасының көз жасы. Аңшылар құмнан үлкен отпен тыныс алатын жыландарды мініп шығады. Әлсіреген құдай сұңқар жігітті қолтығымен ұстап, ғибадатхананың лабиринтіне тығылады. Бірақ Бек жем болу үшін сыртқа секіреді, ал Гор жыландарды астынан тесіп жібереді. Гор жыланды қабырғаға найзамен жауып тастайды. Бірақ екінші жылан Бекті жалмауға тырысады. Ал құдай қуғыншының құйрығынан ұстап, жігітті құтқарып, бір аңшыны жояды. Осы уақытта бірінші жылан босатылып, оны Хатор өзіне алып, құбыжықты аластау арқылы өзіне бағындырады. Жылан қожайынымен бірге өзін өртеп жібереді. Жолда Гор сүйіктісінің басқамен көңіл қосқаны үшін ренжіп, ара қатынасты талқылайды. Махаббат құдайы аман қалу үшін бәрін жасады және мүмкіндік туа салысымен ол тираннан қашып кетті. Бірақ Гор оның сүйіктісін кешіруге әлі де дайын емес еді. Хатор Сеттің отын сфинкс қорғап, оларға жұмбақ жасыратын айтады. Гор даналық құдайы Тотодан көмек сұрауға шешім қабылдады. Батпаққа тығылған кітапханасынан алыс емес жерде Хатор Бекке су әкелуді бұйырады. Бірақ жас жігіттің жүрегі Заннаға тиесілі болғандықтан, оған құдайдың сиқыры әсер етпейді. Хатор оның жоғалуына түсіністікпен қарайды және Гор оның орнын толтыруға уәде бергенін естігенде таң қалады. Ол уақытта ақылды Тот кітаптарға бар білімін жазып жатыр. Егер Сет оны тауып өлтіргісі келген жағдайда, ол жасырынған бөлмесінен шыққысы жоқ. Сонда Бек оған барлық адамдарға сенің сфинктің жұмбақтарын шешуге білімі жетпейді екен деп айтамын деп қорқытады. Тот топқа қосылады. Олар шөл үстімен келе жатып, Хатор Горға жас жігітті алдаған үшін ашуланады. Себебі тіпті Гор өлі адамды тірілте алмайды және Бек төменгі әлемге барса өлетінін айтады. Қазір патшалықты аман алып қалу ең маңыздысы және сүйіктісінің сөзін тыңдағысы келмейді. Тот Гордың сүйіктісіне неліктен ашуланғанын түсінбейді, өйткені ол қыз Гордың өмірін сақтап қалу үшін өзін ұсынған еді. Хатор жер асты әлемінде жынның қолына түскенде, Гор оны құтқарып қалғанын және Бекке сүйіктісінің ол үшін күресіп жатқанын білуі керек екенін айтады. Богиня Анубистің бұза отырып, екі әлемдерде Зеннамен сөйлесуге мүмкіндік береді. Бекке сфинкс ұясындағы құм тұзақтарын жеңіп, құдайларды ішке кіргізеді. Сфинкс оларды жұмбақпен қарсы алады. Мен ешқашан болған емеспін, олар мені әрқашан күтеді. Мені ешкім көрген жоқ, көрмейді де. Сонда да олар маған сенеді, өмір сүретін және тыныс алатындардың барлығы. Тот оған тәртіп, кейін жиілік деп жауап береді. Бірақ екі жауап та дұрыс емес. Сфинкс ақылды Тотқа шабуыл жасағанда оны Гор құтқарып қалады. Бек Тотқа құдай емес адам сияқты ойлану керек деп, сонда Тот дұрыс жауапты табады. Дұрыс жауап ертеңгі күн. Олар жолды жалғастырады, бірақ тұзаққа түседі. Сет Тоттың мойнын ұрлайды.
Бэк шөлейттің отын құйылған сумен төндіруге дайындалып жатыр. Бірақ Зеннаның амулеті оны тоқтатып, Гордың уәдесі бос екенін шындықты айтады. Жігіттің көңілі түсіп, Сет оның қолынан суды жұлып алады. Гор тұзақтан шығып, құмға айналған ғибадатхананың астына көміліп қалудан достарын қорғайды. Бэк Горға жан даусымен айқайлап, өтірік айтқан үшін қатты көңілі қалғанын айтады. Оның құдайлар туралы ойы өзгермеді. Оны естіген Хатордың жүрегі ауырып, өлім құдайы Анубисқа өзін Бэк сүйіктісімен соңғы рет кездесу үшін құрбан етеді. Бірақ Гор олай жасамауын сұрайды. Хатор, бұл біздің міндетіміз, сен жігітті алдадың дейді. Хатор сүйіктісімен қоштасып, білезікті Горға қалдырады. Ал ол жас жігітке береді. Жер асты әлемінде Осирис өлілердің жанын өлшейді. Ол жерде байлар жұмаққа барып, кедейлер шаң тозаңға айналады. Зеннаның кезегі жеткенде Анубис пен Бэк пайда болады. Ол уақытта Сет Гордың көзінен, Осиристің жүрегінен және Тоттың миынан, қауырсынынан сауыт жасайды. Кейін ол әкесіне жолығып, неге ағасына барлығын алмаған ештеңе бермедің дейді. Әкесі Ра бұл намыспен өтетін сынақ болатын дейді. Себебі ол ұлына өзінің орнын дайындаған еді. Жалмаушы құртпен күресу. Бірақ Сетке ол тағдыр ұнамайды, ол мәңгі өмір сүріп, адамдарды басқарғысы келеді. Ол жалмаушы құртты босатып, барлығын қараңғы тұңғиыққа кететінін қалайды. Әкесі Ра оған жол бере алмайды және өзінің ұлын отымен өртеп жібергісі келді. Бірақ барлық құдайдың күшін қосқан сауыт киген және әкесінің қараңғылыққа жібереді. Қақпада Занна білезіктен бас тартады, себебі ғашығымен қоштаса алмайды. Кенеттен бәрі қараңғыға айналып, Анубис хаосқа қарсы тұруда. Бэк Гордың жанына қайтуы керек, бірге Сетке қарсы тұру үшін. Сет жалмауыш құртты шақырып, барлық тірі біткенде жеп қою үшін Нилді ішкізбекші. Гор мен Бэк ұшуды табады. Ол Сетке жақындайтын лифтті көрсетеді. Бэкпен жекпе-жек кезінде өрт ұйымдастырады. Оның болысы қателік болды. Бэк жоғарғыға көтеріліп, ұшу төменге құлап кетеді. Гор ағасымен жекпе-жекке шықты. Бірақ Сет мықты. Ол Горды жерге құлатып, қарусыз қалдырады. Бэк найзаны арқамен байлап, аман алып қалады. Сет қатты ашуланып, Бэкті сауытымен мұжа бастады. Гор соққы жіберіп, Бэк көзін алып, Горға лақтырады. Бірақ Гор көзді тосып алмай, Бэкті аман қалу үшін жүгіреді. Құламас бұрын Гор өтірігі үшін Бэктен кешірім сұрайды. Бэк оны кешіреді. Сонда құдайға барлық күші қайтып келіп, сұңқарға айналады. Гор көзінің жоқтығынан әлсіз емес, өзінің халқына жанашыр болмаған үшін екенін түсінді. Ол аспанға ұшып, Сетке ауада шабуыл жасайды. Ол Сетті құрттың ішінде соққы жіберіп, көзін жояды. Ол атасын тауып, қаруын қайтарып, атасы Ра жалмауыш құртты қайта орнына қайтарады. Гор қалаға қайтып, кедей қыздың қолынан екінші көзін алады. Сол жерден Бэкті де тауып, сен адамсың ба әлде құдайсың ба дейді. Бэк қандай құдай, ақмақты құдайы ма деп сұрағанда. Гор оған мүмкін емес құдайы деп жауап береді. Жауап бергенде Бэк өліп кетеді. Гор оны храмға апарып, сүйіктісі Зеннаның қасына жатқызады. Атасы Ра оған разы болып, оған бір арманын орындаймын деп уәде етеді. Ол сүйіктісі Хатордың қалауын еске алып, жастардың қайта өмірге оралуын сұрады. Бэк пен Зенна қайта тіріліп, махаббатқа бөленеді. Гор мен Тот Нефтиданың қалдауымен патша атанады. Енді жұмаққа бару үшін таразыда алтын емес, мейірімділік жақсы істер болады дейді. Коронациядан кейін Бэк Горға білезікті қайтарып, сұңқар сүйіктісінің Хаторға қайта өмірге алып келу үшін кетеді.